Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қалдарыңыз қалай? Менің YouTube көрермендерім. Тауықтарыңыз туып жатыр ма, алып жатсыздар ма, сатып жатсыздар ма? Жалпы қалдарыңыз қалай? Менің қалым жақсы. Қазір тауықтарға түскі жем берейін деп жатырмын. Бүгінгі тематика тауық көп жұмыртқа туу үшін не істеу керек? Жалпы тауық көп жұмыртқа туу үшін 2 уақыт жем беру керек, және атеш болу керек. Үйдің тауықтарына көбісі айтады, атеш керек жоқ, ол ұрықталғанға ғана дейді. Мен онымен келіспеймін. Атеш обязательно үйдің мынандай тауықтарына керек атеш. Мен осындай атештер себебі атеш керек жоқ тауықтар, ол ломон браун тауықтары. Ондай тауықтарға әрине атеш керек жоқ. Себебі олар несушка болып саналады. Оны көбінесе фермада асырайды. Жалпы бай фермада асырайтын тауықтар, оларға атеш керек жоқ. Ал мынандай үйдің тауықтарына әрдайым обязательно атеш қажет болады. Себебі мысалы атештің айғайлағаны, кукареку дегені, ол тауықтарға өте қажет және пайдалы. Пайдалы дегенде, если атеш кукареку деп өзінің даусын шығарса, тауықтар өте салмақты және спокойный болады. Атештің астында спокойно жүре береді. Сол себептен үйдің тауықтарына атеш жалпы керек, өзімнің ойымша. Және де алдыңғы жаңалықтар, осы Құдай бұйыртса 18 күні біз каникулға шығамыз. Сол каникулға шыққанда 18-і мен инкубатормен брудер жасаймын. Құдай бұйыртса каникулға шыққаннан кейін сондай ойлар бар. Жалпы брудер жасауға. Жалпы сондай ойлар бар. Брудер жасағанға. Брудермен инкубатор жасайтын боламыз каникулға шыққанда. Жалпы мен қазір тауықтарын түсіріп жатырмын сіздерге. Тағы да алдыңғы жаңалықтар айта кететін болсақ, алдыңғы жаңалықтардан бізді менің Құдай бұйыртса 22 наурыз, 23-24 наурызда 40 тауығымның балапан басып жұмыртқа басып жатқан тауығымның балапандар шыға бастайды. Соны айта кетейін деген. Ол процесті де түсіретін болам, қызықты болады. Және инкубаторды мен неден жасаймын, брудерді неден жасаймын, соның бәрін түсіретін болам. Ол процесстер қызықты болады. Сол жалпы жұмыртқа туу үшін 2 уақыт жем және обязательно сіздерге атеш керек. Тек қана ұрықтағанға емес, бұлай атеш жалпы керек тауыққа. Жаңа айтып кеткендей, айғайлағаны пайдалы тауыққа. Ол пайдалы дегенде, ол тауық өзін жақсы сезіне бастайды. Және тауық, мысалы, сізде туып тұрған 8 тауық болса, ол бірінші күні 8 жұмыртқа, екінші күні 8 жұмыртқа, үшінші күні 4-3 жұмыртқа алып келеді. Себебі олар бір күн демалып, 2 күн жұмыс істейді десе болады. 2 күн жақсы жұмыртқа туады, ал бір күн демалады олар. Менде мысалы кешенің арғыны 5 жұмыртқа туды, ал кеше 8 жұмыртқа туды. Және бүгінде 8 жұмыртқа туады деген ой бар. Қазір көрсете кетем тауықтарымды, түрлері қалай болып отыр. Жалпы тауықтарым бірге көретін боламыз. Жалпы тауықтарым қалай болып отыр. Ажол видеода көрсеткендей мынандай проход жасап қойдық тауықтарға. Қазір көреміз тауықтарды. Міне мен тауықтарым. Мына сол айтып жатқан жұмыртқа басып жатқан тауығым. Міне оның түрі. Қазір көреміз. Бірінші ұяда бізде бір жұмыртқа көріп тұрғандарымыздай. Екінші ұяда тауық басып жатыр екен. Астынан пісіміне деп көрейік. Астында 4 жұмыртқа. Бүгіндікке қазір сағат 1, әлі түс, уже 5 жұмыртқа туып қойыпты. Мына тауықпен 6 жұмыртқа болады. И 1-2 сағаттан кейін тағы 2 тауық жұмыртқа туады деген ой бар. Жалпы сонымен 8 жұмыртқа болады. Бұлай жалпы тауық жаңа айтып кеткендей 2 күн жақсы туады, бір күн демалады. Сол тауықтардың түрі осы, бәрі жақсы.
өлген тауықтар жоқ. Бәрі жақсы жем су ішіп жатыр бәрі. Өздеріңіздің тауықтарыңыз қалай? Комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Жалпы тауықтарыңыз өсіп жатыр ма, өніп жатыр ма? Былай жалпы бәрі жақсы ма? Жазып кетсеңіздер болады. Міне мен тауықтарым түсіріп жатырмын. Түсіре кетейін. Осы жалпы тауықтарым. Менің тауықтарым бәрі жақсы. Сол жұмыртқа туу үшін сол заттар істеу керек. Және жем сататын жерде несушка деген жем сатылады. 5 килограмм алсаңыз жетеді. Оны жалпы 1 килограмм жемге 300-400 грамм араластырып бересіз. Сол кезде если тауықтарыңыз тумай жатса, жақсы көмектеседі. Және тауықтың жем жеу уақыты жалпы бір тауық күніне 120-130 грамм жем жеу керек. Сухой әйтеуір тамақ жеу керек. 130-120 грамм. Мен тауықтарым таңертең 800 грамм жем жейді. Түскі жақын 300-400 грамм. Бұлай сеуіп қоям. Міне қазір көрсеткендей сеуіп қойдым, және жеу жатыр міне. Және кешкі жақын тағы да 800 грамм. Примерно менде сонда бір күнде 2 килограмм жем жейді. Ол ойлап қалмаңыздар, өте көп деп. Себебі менде былай айтқанда 20 тауықтай бар. Сол сау болыңыздар, амандықта жүзгенше. Каналда видеолар күнде шығады. Подписка жасап, лайк басып кетіңіздер. Каналды қолдап кетіңіздер. Комментарийға тауықтарыңыз туып жатыр ма? Бәрін жазып кетсеңіздер болады. Жалпы менің тауықтарым. Сау саламатта болыңыздар, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Ералы. Сау болыңыздар. Және рахмет. Біз уже 65 подписчиктай болып қалдық. Бәріне рахмет. Мені қолдап, естіп, көмектесіп жатқандарыңызға. Сол жалпы жаңалықтардан сол айта кеткендей 18-не таман менде тауықтарым, мен өзім брудер жасаймын. Және тауығым 22 наурыз күні шығара бастайды. Сол брудер жасау, инкубатор жасау процесін түсірем әлі. Менімен бірге болыңыздар. Қызықты болады деген ойдамын. Сау саламатта болғанша сау болыңыздар.